Сержан Арай, енді қосылайық керек емес. Қалаулым реалити шоуының атаңызға айналған Назымның үміткері, Қалаулым лайв шоуының қатысушысы Сержан бүгін Арайға үйленді. Олардың неке қию салтанатына туыстары куә болды. Қосылайықтан ержігіттен басқа қатысушылар келмеді. Естеріңізге сала кетейік, Сержан Арайға үйлену туралы ұсынысын осы жылдың 15 қарашасында айтқан болатын. Сержан бұл шараға жаңа қосылайықтың қатысушыларын шақырмады. Сержан мен Арайдың өміріндегі бұл маңызды өзгерістерді желі қолданушылары Instagram желісі арқылы ғана бақылай алды. Қосылайық эфирінде бұл туралы мүлде айтылмады. Тек Мадинаның үміткері эфирде Сержан мен Арай туралы айтқанда, Альмира ханым бақытты болсын деп басқа ештеңе айтпады. Көрермендер ештеңе түсінбеді. Бүгін өздеріңіз көріп отырғандай олар үйленді. Олардың өміріндегі маңызды қуанышты бөлісуге қатысушылардың ешқайсысының келмеуі нені білдіреді. Олардың жобадан тыс жасырын некесі көрерменді ойландырды. Көрермендер желі арқылы жарыса жазды. Эфирде жасамағандар үшін Альмиралар плотно ренжіген шығар. Назым қайда қалды, Жаннат қайда қалды кезінде Араймен қырылып қызғанып Сержан үшін. Бақытты болыңыздар. Бірақ жобаға келіп жаңалықпен бөлісу ойда бар ма? Келдіңіздер, жоқ болып кеттіңіздер, сыйластық қайда жобаға, көрермендерге? Деп желі қолданушылары жанайқайын жеткізді. Иә, желі қолданушылары Сержан мен Арайдан жобаға деген көрермендерге деген сыйластық қайда деп қатты ренжіді. Бүкіл халықтың көзінше кездесе бастаған бұл жұп неге мұндай қадамға барды? Бұл жағы әлі белгісіз. Бірақ олардың әрекетінің бірнеше себептері бар. Бірінші себеп – Instagram парақшасын дамыту, сол арқылы оқырмандар санын және парақшаларының статистикасын көбейту. Екінші себеп – Нұрсұлтанмен болған сұмдық жайттан кейін көрерменнің бетіне қарауға ұялады. Үшінші себеп – Арайдың Сержанға деген талабы. Төртінші себеп – редакциямен келіспеушілік салдарынан жобадан қуылған болуы мүмкін. Себебі Сержан эфирден кеткеннен кейін бір болайықтың кейбір қатысушылары стористерінде Сержан мен Арайдың суретін салып, бақытты болыңдар деп жазды. Әдетте бір болайық қатысушылары жобада жүрген адамнан қашықтықты сақтайды. Не болса да Сержан мен Арай бақытты болсын. Қазақ еліне тағы бір отбасы қосылды. Сержан мен Арайды шаңырақ көтерумен құттықтаймыз.